Саламатсыздар ма көрермендер? Бүгін бізде Карина автокөлігі. Автокөліктің келуі бізге сабвуфер қояйын деп жатыр. Осындай шнурлары бар өзінің. Және де сабвуфердің өзі. Бізде осындай сабвуфер. Және де өзімен келетін қосымша шнурлары. Бұны барынша салмауға тырысу керек. Бөлек жақсы качестводан алу керек болады. Өйткені бұның качествосы нашарлау, өзімен келетін. Отдельно басқаша сатып алсаңыздар болады. Ал дальше біз автокөлікке қалай қоямыз? Бұл автокөлікте бізде бұрында жүргізілген сабвуфердің проводтары бар екен. Яғни мен қазір ол сабвуфердің проводтарын қалдырам. Өйткені оның жағдайы жақсы, және де качествосы да жақсы болып келеді. Яғни қазір автокөліктің өзінің сабвуферімен келген шнурларды пока салмаймын. Өзінің шнурларын пайдаланам. Ал енді біз қалай жалғаймыз? Автокөлікте көріп отқандарыңыз бізде қызыл провод. Бұл автокөліктің аккумулятор батареясынан келу керек. Басқа жерлерге жалғауға болмайды. Автокөліктің плюсына, яғни 10 тоғына предохранитель арқылы жалғану керек. Ал енді қызыл провод бізде аккумулятордан артқы жаққа барып буфердің 10 тоғына жалғанады. Және де бізде ол жақта көріп отқан колокольчик. Яғни бұл бізде автомагнитоладан келеді. Және де рем. Біз ремді көк светпен белгіленген бұл. Ремді автокөліктің магнитоласын көк светіне жалғаймыз. Яғни ол антенна. Сол кезде бізде автокөліктің сабвуфері мафон қосылған кезде бірақ қосылатын болады. Яғни тоқ жемейді. Міне қараңыздар, бізде келетін аккумулятор батареясынан алып келетін питание, және рем, және колокольчик, және бізде буферге берілетін минус. Енді машинада бұны қалай жалғаймыз? Өстіп біз магнитоланы бірінші ашып аламыз. Ашып алғаннан кейін көреміз. Яғни бізде автокөліктің штатный, яғни өзімен келетін мафондардың басқалардың бәрінде бірдей тоқпен белгіленеді. Светтері, яғни бірдей. Бізде қазір міне пионер магнитоласы. Біздегі артынан шығатын көк провод бізде сабвуферге барады. Яғни бұл проводтың аты антенна. Яғни схемада антенна деп белгіленеді. Біз бұл антеннаға артынан барған рем проводына көрсетілгендей көк проводты магнитоланың көк проводына жалғаймыз. Ал егерде не үшін біз оған жалғауымыз керек? Сіздерге не үшін бұған жалғау керегін түсіндірем. Қазір біз контрольканың бір ұшын шанаққа, яғни минусқа береміз. Және де қараңыздар, шанаққа бердім. Бізде рем деген сабвуферді управлять ететін, яғни басқаратын провод болып келеді. Бізде контролька шамы жанбады. Енді біз магнитоланы қосамыз. Магнитола қосқан кезде бізде міне контролькамызға плюс тоқ келді, яғни 10 тоқ. Яғни біз мафон қосқан жағдайда бізде сабвуфер қосылады. Және де артық тоқ жеу, ондай заттар болмайды. Сол үшін біз магнитоладан осы тоқты алуымыз керек. Яғни антенна көк светпен белгіленеді. Содан аламыз. Ал бізде сосын көріп отқандарыңыз колокольчик, яғни сабвуферден магнитолаға жалғанатын дауысты жіберетін проводтарымыз. Яғни біздің мафонның артындағы ақ және қызыл свет көріп отырсыз. Кейбір жағдайлар сары светтерде болады. Бізге бірақ осы ақ светпен қызыл свет керек. Енді біз колокольчикке қараймыз. Колокольчиктің біреуінде қызыл, біреуінде ақ болып белгіленген. Қызылды қызылға береміз. И ақты аққа береміз. Бердік. Енді қазір біз проводтарды орап тастайын. Көк проводымызды орап аламыз. Өйткені бұл 10 тоқ замыкать етуі мүмкін. Обязательно ораймыз.
Енді бұл қалай жүрген көк проводты және колокольчикті біз артына дейін жүргіземіз. Оны қазір бізде мына жақпен тыққан, яғни мынаның астымен жүрген және де мына жаққа келген. Осы пластмастардың астымен жүргізіліп, артына дейін барады. Біз артына дейін жүргіземіз. Яғни мынаның артында қазір біз багажный отделға дейін апарамыз. Осы жаққа дейін келген. Міне біз мафонға жалған колокольчигіміз және реміміз. Енді біз плюсымыз бағана көрсеттім сіздерге. Бұл аккумулятор батареясынан созылатын тоқ болып келеді. Және оған біз қазір сақтандырғыш предохранитель қоямыз. Ал енді арт жақта буферді жалғаймыз. Қараңыздар, бізде енді колокольчик және көк проводымыз рем, яғни бізді қосып өшіретін, және плюс тоғымыз бар. Және де міне мен минус тоғы жүргізіп қойдым ба, сіздерге көрсетемін отдельно қалай қосқанымды. Енді қараңыздар. Қарай жақ. Жазулар көрініп тұр ма? Қараңыздар, бізде 12 плюс және ортасында рем және GND деп тұр. Бізде GND деген минус болады, рем деген бізде мафондан келетін көк провод және 12 плюс деген бізде аккумулятордан келетін тоқты жалғаймыз. Ал, кеттік. Аккумулятордан келетін проводты жалғайық. Плюс тоғын жалғаймыз. Және ортасында рем. Ремді бізде магнитолыдан алған көк проводты жалғаймыз ояққа. Көк проводты жалғадық. Енді бізде келесі минус тоғымыз, яғни бізде мына яндағы мына GND-ға жалғанады минус тоғымыз. GND-ді ашамын. Жақсылап жалғаймыз. Енді келесі бізде колокольчик. Бұл жағында да ақ және қызыл светі бар. Және міне мына жақта қызылды қызылға, ақты аққа жалғаймыз. Бізде тағы сіздерге көрсетейін. GND минус, яғни минус тоқ. Ортасында рем бізде көк тоқ. Магнитоланың артында антеннаға жалғанады. Және плюс тоқ, 10 тоқ. Бізде аккумулятор батареясында сақтандырғыш арқылы алынатын проводымыз. Ал енді бұл жақты жалғадық. Сізге массаны қайдан алғанымды көрсетейін. Мен массаны міне бізде ременді ұстап отыратын темірдің астынан алдым. Яғни бұл жақта бізде теріс тоқ бар, минус кузовтан саналады, шанақтан алды. И мен сабвуферге оны жалғадым минус қып. Келесі. Бізде мына предохранительдің ішіне 15 амперлік предохранитель саламыз. Бізге сол жеткілікті болады. Енді бәрін жалғадық. Буферді қосып көрейік. Газ көрейік. Міне яқты. Газ магнитоланы қос. Магнитоланы қосамыз. Бізде міне мафонды қостық. Бізде мынандай көк шам жанды. Яғни бізде сабвуфер қазір магнитол арқылы қосылып тұр. Енді газ дауысын көрейік.
бізде буфер қосылды, істеп тұр. Назар салғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.